Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-классымызда жаңа туылған нәрестеге выпискаға киіп шығатын чепчикті тоқитын боламыз. Тоқылуы өте оңай, 1-2 сағатта ғана тоқыса болады. Алдағы сабақтағы мастер-класстарды жіберіп алмас үшін лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сабағымызға қажет заттар ол жіп Alize Lana Gold деген түсін, номерін мен описанияға қалдырып кетемін. Және де бізге қажет заттар ол спицы. Спицеміз номері 4-ші спицемен пайдаланамын. Және қайшы, ине бар болғаны осы. Спицемізға 45 жіп теріп аламыз. Неке спицемізға 45 жіп теріп алдық. Енді осы спицидағы жіптерімізді бір оң бір теріс қылып резинка етіп 6 қатар тоқимыз. 6 қатарымыз тоқып алдық. Енді ұзындыққа 10 см болғанша оң қылып тоқимыз екі жағында. Мінеке өзімізге қажетті ұзындық тоқып алдық. Мен қазір өлшеймін. Бәрін біріктіргенде 12 см болу керек. Осындай ұзындыққа дейін тоқимыз. Енді ортасын қысқартатын боламыз қазір екі жақтан. Ол үшін бізге жіптерімізді спицидағы 3-ке бөліп алу керек. 3-ке бөліп алып, соңден қысқартып отырамыз. Шатасып кетпес үшін маркер іліп қойса да болады. 3-ке бөліп алып. Болмаса, есептеп отырып қысқартса болады. Мына қатарды қазір оң қылып тоқимыз да, бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. Бірінші қатарын тоқып, екінші маркерге дейін тоқимыз. Екінші маркерден қысқартамыз. Маркерімізді алып тастамаймыз, екінші спицаға іліп аламыз. Мына жерде тоқимыз оң қылып. Міне тоқып алдық. Енді мына ортаңғы жіптің соңғы жібімен бөліп алған маркердің екі жағындағы жіпті біріктіріп, видеода көрсеткенде, екеуін біріктіріп, оң қылып қысқартамыз. Ары қарай тоқымаймыз, тоқымамызды теріс аударамыз да, маркерімізді іліп қоямыз, адасып кетпес үшін, шатасып. Кері тоқимыз енді. Бұл жерде де келесі маркерге дейін оң қылып тоқимыз. Енді мына маркердің жан жағындағы жіпті біріктіріп, теріс қылып тоқимыз. Өйткені ар жағына оң болып түсу үшін жағын теріс тоқып отырамыз. Тоқымамызды тағы аударамыз. Бірінші жібімізді тоқымай шешіп аламыз. Енді барлығын оң қылып тоқимыз да, тек соңғы жіппен қысқартамыз. Мінеке соңғы жібімізді маркеріміздің жан жағында жіптерді біріктіріп қысқартамыз. Сонда ортаңғы жіптің көлемін қысқартпай, тек
жан жағынан ғана қысқарып отырады. Мінекей оң қылып тоқыдық. Кері айналамызды тағы да оң қылып тоқимыз. Тек маркердің соңғы жібін ғана теріс қылып қысқартамыз. Мінекей теріс жағын теріс қылып қысқартамыз. Енді осы немізді 5 рет қысқартқаннан кейін ортасын қысқартып бастаймыз. Мінекей бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз. Енді ортасындағы екі жіпті біріктіреміз да, оң қылып былай видеодағыдай қысқартамыз. Сонда ортасындағы жіпте қысқарып отырады. Ортасындағы жіптердің екінші шетінен де қысқартып отырамыз. Мына жағында, енді мына жағында екі жіпті былай қысқартамыз, оң қылып. Және де мына жан жағындағы жіптерімізді қысқартып отырамыз алдындағыдай. Кері айналамыз. Бірінші жіпті тоқымай шешіп аламыз да, оң қылып тоқып, тек соңғы жіпті теріс тоқимыз. Теріс жағынан ортасын қысқартпаймыз, тек оң жағынан ғана қысқартып отырамыз. Ортасындағы жіпті 7 жіп болғанша қысқартамыз, ал жан жағындағы жіптер толық аяқталғанша қысқартамыз. Мінекей 7 жібіміз қалды ортасында. Енді ортасындағы жіпті тиіспейміз, тек жан жағынан қысқартып отырамыз. Сонымен бәрін қысқартып, тек ортасындағы 7 жіп қалғанша ғана тоқимыз. Солай тоқымамыз жалғастыра береміз.
Мінекей спициямызда 7 жіп қалды. Енді осы 7 жіптің жан жағына 15 жіптен қосамыз. Ол үшін мына спициямыздағы 7 жібімізді бірінші тоқып аламыз. Содан кейін 15 жіпті қосамыз видеодағыдай. Мына екінші шетіне де тура солай 15 жіп теріп аламыз. Бұл жерде резинка қылып тоқимыз. Солай резинкамызды 6 қатар тоқимыз. Өзімізге қажетті 6 қатарымыз тоқып алдық. Енді тоқымамызды аяқтаймыз. Ол үшін мына видеода көрсеткендей тоқымамызды өстіп аяқтап жабамыз. Жіптің ұшын кесіп тастамай, осы жерден енді 3 жіп теріп аламыз. Сонымен барлығы 4 жіп болады. Осы 4 жібімізден шнур тоқимыз. Шнурды қалай тоқу керек екен, мен каналымда сабағы бар, сол жерден көрсеңіздер болады. Шнурды 30 сантиметр тоқимыз ұзындығын. Солай екінші жағына да 4 жіп теріп аламыз да 30 сантиметр ұзындықта шнур тоқимыз. Мінекей чепчигіміз дайын болды. Өте оңай және тез тоқылады. Сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Келесі сабақта кездескенше.